Олбай, вставай. Туын жайып алып, үйінде киіміңді ки, біз қаңғырамыз. Олар чотамын, қауынға көшеге шығып қайтып па? Ала, дайын, қайда барамыз? Клубқа барамыз. Жоқ, олай демеңіз. Одан да мешітке барып, Алла тағаланы еске алайық. Айдаған етпес, асылар адасқан жүріп Жоқ, аға, олай демеңіз. Алла бізді көрсетті. Ренжіңіз, бармаймын. Өзіме күнә жинағым келмейді. Сіз де бармай-ақ қойыңыз. Өзіңізге күнә жинап қайтесіз. Бүгін ауа райы сондай ерекше екен. Керемет. Шіркін ауылда бұдан да асқан керемет еді. Жүріңіз. Біраз бой сергітіп қайтайық. Жақсарып қаламыз. Алла бауырым, қайдасың тезет? Анаңа сенің уақыт болды. Сәтжан ағамен көшедемін. Түсінбедің. Түсіндірші асықпай. Анаң мына жақта өлім мен өмірдің арасында жатқанда сендерге қайдағы көше тезет. Сен не айтып тұрғаныңды білесің бе? Бұл қай сандырағың? Не от жайма? Аға, анамызға уақыт болды. Не айтып тұрсың, басыңда сейма? Иә, рас айтам. Сендерге не болған? Мектеп кезінде жақсы дос едіңдер ғой, жан-жаққа бытырап кетіпсіңдер ғой. Иә, шыны керек. Өзімде білмеймін не болып кеткен. Байлық адамды түбегейлі бүлдіреді екен ғой. Иә, солай болып тұрған ғой. Арман бауырым, сен де мен кесір намысыңа дейтін сөздер айтқанмысың. Ақмарал, сен де мен кесір, мен де жүрек жақтауысыңды. Мен саған өкпелейтін хақым жоқ. Алайда мен сен үшін қуаныштымын, кешірдім. Сәтжан, онда тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы, жерінде иман ұялса болғаны, мен де сен үшін қуаныштымын. Аға, бұлай боларын кім ойлаған? Мен бұлай бітеді деп шыны керек ойламадым. Иә, сенікі дұрыс. Бұның бәріне менің анамның көңіліне тетін сөздер айттым. Даже анамның бір туған күніне де бармадым. Анам мені күтті, асыға. Жоқ, аға, өзіңізді кінәламаңыз тектен тек. Енді Асқар Таудай әкемізді қадірлейік. Иә, сенікі жөн. Бұрында анамызды қадірлемедік, енді әкемізді қадірлейік.